баламен отағасы келгенше дастарханды жайнатып жіберейін. Ай, жүрегім ай, ауырып тұрма, әлде бірдеңені сезіп тұрғандай. О, Құдайым, денсаулық бергейсін. Анашым. Құлыным, сабақтан келіп қалдың ба? Кел жайғас. Мен бүгін шығармадан ес алдым. Ой, жарайсың. Сіз ренжімессіз, сіз туралы дақпақта жаздым. Айтып берейін. Кәне айтып бер. Менің анам саябақ, сабақтан келгенше жай қояды. Менің анам әдемі. Құлыным, менің жарайсың. Саған ыстық бауырсақ пісіріп қойдым. Кел ауыз тиі. Шайыңды іше ғой. Бүгінгі күнің қалай өтті? Өте жақсы болды. Анашым, сізге не болды? Жоқ балам, ештеңе уайымдама. Кел тамағыңнан ауыз тиі. Қарның ашып қалған шығар. Отағасы не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Ауырып қалғаннан соусың ба? Одан да ауырғаным жақсы еді. Не болды? Мен жұмыс істеп жүрген мекеме мені жұмыстан шығарып жіберді. Жә, бір мәнісі болар. Кел, дастарханға жайғас. Құдай басқа салғанды көрерміз. Құй шайға. Анашым, мен ойнауға кеттім. Үйде отырып ішім пысты. Жарайды, қараңғыға қалмай ертерек кел, жай ма? Әрине. Қой, мына шайың болмас, сап-салқын. Кеттім мен достарым. Не болып кетті өзі? Жүрегімнің ауырханада басылар емес. Кішкене жатып мызғып алмасам болмас. Алимаш, үйдесің бе? Я, есік ашып кіре беріңіздер. Сәлем бердік. Амансың ба, Ермектің? Алимаш, сен тартып ауырып қалды дегенді естіп, біз мына Ернар балам екеуміз сенің қай жағдайыңды білуге келдік. Неге дәрігерге қарамайсың? Бірақ қазіргі таңда дәрігерлердің де көп ақша талап етеді. Бұл заман қай заман? Нарық заманы ма? Алла, денсаулық бергейсін. Аздап сырқаттанып қалғаным бар. Бірақ бұл ауру мені ала қоймас. Құрбым, балама көз қиығыңды сала жүрерсің. Сен еш уайымдама. Бұйырса, қара баланың тойында той тойлап, келін түсіріп жүреміз. Әумин. Сол күндерге жеткізсін. Ал ендеше біз қайтайық, мына Ернар баламда мал жайлау керек еді. Жақсы құрбым, рахмет. Неге керек болса сұрарсың. Достар, жүрісің қайда? Досым кір төрлет. Қатын, тұр шай құй. Ал денсаулық үшін алып қойық. Қатын. Мына қатында шай құй. Карт ойнайық. Анашым, doğumda unutup ketip ben. Бала, аманда сағыңа. Ake koymuş. Осы ола қызақ қайын. Anlaşım, sizge ne oldu? Ağırız kaldınız mı? Уайымдама балам, аздап сырқаттанып қалдым. Әлі жазылып кетемін. Бірақ сіз тезірек жазылыңызшы. Мен сіз үшін бәріне дайынмын. Мен сізді қатты жақсы көремін, анашым. Мен де балам, сені қатты жақсы көремін. Сен сабағыңды жақсы оқы, жарай ма? Әрине, анашым. Құлыным. Мына қатында шай қоймады ғой. Кеттік.
Anашım, anашым, sizге не болды, анашым? Анашым, тұрыңызшы, өтінемін, анашым. Sizге не болды, анашым? Анашым! Әже! Әже! Менің анама бірдеңе болып болды, қараңызшы. Anашым, сізді қатты сағындым. Сіз кеткелі сабағым да, тәртібім де нашарлап. Сізді қатты сағынып кеттім, анашым. Анашым. Расыл, балам үйдесің бе? Ернар мына сөмкені көтере қойшы. Ай, балам, не болды? Неге жылап жатсың? Анам, сағындың ба? Бүгін күн жұма ғой. Алимаш құрма арнап, шелпек пісіріп алып келдім. Жүр, кәне, шелпектен ауыз тиіп, нәр татып ал. Шыра ғой, балам. Алимаш құрымыздың жаны жәннатта, рухы рахатта болсын. Артынан қалған жалғыз тек мұрасы Алимаш көрмеген қызықты, Алимаш жетпеген армандарға бірге жете берсін. Ал жатқан жері жайлық, топырағы торқа болсын. Осы отбасыдан Алла не берсе де тек жамандық бермесін. Әумин. Ерасыл балам, бүгін күн жұма ғой. Анаңның мәйітіне барып, топырақ салып келгейсің. Менің ақылымды тыңдасаң, бара ғой балам. Жарайды, барсам барайын. Мына жерде Алимаш кеткелі жиналмай кеткен сияқты ыбырсып кетіпті. Жүр, Ернар, мына жерді бір реттеп жіберейік. Анашым, сізді қатты сағындым. Сіз кеткелі сабағымды, тәртібімді нашарлады. Әкем болса, сол баяғы үйдегі барлық затты сатып, арағын әлі қоймай жүр. Сізді қатты сағындым, анашым. Экс, тұр. Басқыр кісі баратыр. Әке, соншалықты не іздедіңіз? Не керек дейсің? Әке, не іздедіңіз? Әке, пимамды беріңізші. Әке! Әке, пимамды беріңізші. Кетіңіз. Әке, пимамды беріңізші. Әке! Әке, пимамды беріңізші. Әке!
біреу бар ма? Апа, не болып қалды? Не болды балаға? Кәне мына жерге жатқызыңыздар көрейік. Айналайын. Баламның аяғы түсіп кетті. Сіздерге бұнда қалуға болмайды. Кәне, бөлмеден шығыңыздар. Баланың аяғы әбден қатып қалған. Ота жасау керек. Сәлеметсіз апа. Амансың ба балам? Қалыңыз қалай? Жақсымын, өзің қалайсың? Кел, шайға отыр. Нұрасыл қайда? Сабаққа кеткен бе? Расыл ауруханада. Не болды Нұрасылға? Оны өзің барып білгенің жөн. Нұрасыл! Балам! Нұрасыл! Нұрасыл! Құлыным не болды саған? Нұрасыл! Құлыным тұршы үйге қайтамыз. Мен саған тәтті алма, жаңа қима алып бердім. Құлыным қарашы. Қайтамыз үйге. Әке, маған қима керек емес. Керек емес маған. Не үшін балам? Не болды? Балам! Кешір сорлы әкеңді, балам! Балам-ай! Басты рөлдерде анасы Әлимаш, Нәсіпқали Әсел, ұлы Нұрасыл, Сатқали Ерасыл, көршісі Болат Гүлнұр, Шалқардың досы Өмір Болат досым, дәрігер Асқар Еркеназ, көршінің баласы Ернар, Қойшекен Әділхан. Әкесі Шалқар Рахметолла Арсен. Назарларыңызға рахмет!